Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Үшінші сұрақ, робот тест талдау 1996 жылы елордада құрылған жоғарғы оқу орны. Жалпы енді сұрақ 2021 жылы робот келген. Енді байқайсыздар ма? Соңғы уақыттары осындай соңғы жылғы мәліметтерді қосу үрдісі байқалып жатыр. Сондықтан қазіргі заман тарихында оқып қойғандарыңыз абзалырақ роботта сұрақтары көптеп келіп жатыр. Енді қараңыздар, жауаптары: Қазақстан Ресей университеті, Еуразия ұлттық университеті, Қазақ Британ техникалық университеті, Қазақ агротехникалық университеті, өнер университеті. Демек, Қазақстан жерінде ашылған университеттердің тарихында білу маңыздырақ болып баратыр. Яғни осындай бір дүниелер бар. Ең алғаш ашылған университет Әл-Фараби университеті мысалы 1934 жылы қателеспесем негізі алған. Енді қарайық, жеке университеттерге тоқталайық. Елордамыз деген Нұр Сұлтан қаласы немесе Астана қаласы және де 1996 жылы ашылған болуы міндетті. Енді осының ішіне қазір жауаптарды жеке талдайтын боламыз. Қазақстан Ресей университеті бұрынғы жоғары оқу орны университет 2014 жылдың 2 шілдесінде жабылып қалды дейді. Енді қай жылы негізі қаланды? 1998 жылы гуманитарлық ғылымдарға арналған Орыс Қазақ заманауи институты құрылды. Демек 98 жыл. Жауаптан сызып беруге жеткілікті. Одан кейін екінші Еуразиялық ұлттық университет. Еуразия ұлттық университеті. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Астанада орналасқан Қазақстанның жетекші оқу орындарының бірі. Жалпы құрылған жыл мына жерден қарай қояйық. Құрылған жылы 1996 жылы 23 мамыр дейді. Демек, біздерге елордамызда орналасқан, міне Астанада орналасқан деп тұр. 96 жылы құрылған университетіміз екеніне дұрыс жауап. Демек, бізде В варианты болады екен. Одан кейін енді басқа университеттер туралы мәлімет келтіре кетейік. Қазақ Британ техникалық университеті, КБТУ. Бұл бізде қай қалада орналасқан? Алматы қаласында орналасқан. Құрылған жылы 2001 жылы құрылған екен. Демек, түсінікті. Бұл бізде көбіне техникалық бағыттағы мамандықтар дайындайтын университет. Одан кейін Қазақ Сейфуллин атындағы агротехникалық университетіміз, яғни Сәкен Сейфуллин университеті деп аталады. Нұр Сұлтан қаласындағы жоғары оқу орындарының бірі. Ашылған жылы, құрылған жылы 1957 жылы. Түсінікті. Одан кейінгі өнер университеті, Қазақ ұлттық өнер университеті. Жалпы Нұр Сұлтанда орналасқан жоғары оқу орындарының бірі. Көріп тұрғандарыңыздай 1998 жылы 31 наурызда Қазақстан үкіметінің қаулысымен негізі құрылды дейді. Музыка академиясы негізі құрылды дейді. Яғни бұл да жауап болмайды екен. Демек, қарап отқандарыңыздай, бұл жерде орналасқан Қазақ Британ техникалық университеті ол бізде Алматы қаласында, қалған төртеуі Астана қаласында орналасқан екен. Жалпы осындай бір не, яғни Қазақ университеті 98, агротехникалық университет 57 деп аштық. Мана университет 98 деді, 96 жылы бізде Еуразия ұлттық университеті құрылған екен. Осымен сұрақты тамамдаймыз. Сұрақтар болса комментария қалдырып кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Одан бөлек лайк басып кетіңіздер.